Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. Қазақ ұлты мен қалған диаспора өкілдерінің ұйымдастырылған 1 мамыр құтты болсын деп бастайық. Әуелгі сөзімізді алайда қазаққа басқа ұлт өкілдерін айдап салып арандатушыларды кім жазалайды? Аманаттың жаманатын шығарған Анна туралы не дейміз? Тоқаев дат айтып, жер жіберетіндерге кім? Тоқаев қазақ тілінде, елінде өлтіруші тұлға ма? Бұл туралы өте қорқынышты ақпараттарды сізге көрген дұрыс. Біздің көңілі жайсан көрермендер, саусақтарыңыз 10 тонна болып жатса да бісміллә деп лайктарыңызды басып қойыңыздаршы. Сіздердің қолдауларыңыз біздің зор шабыт пен еңбегіміздің үлкен жемісі болып табылмақ. Кеттік өндеше. Алматы қаласы мәслихатының 8-ші шақырымындағы Аманат партиясының сайланған депутат Анна Башинская Украина президенті Владимир Зеленскийге Қырымның орнына Түркияға шабуыл жасауын ұсынды. Бұл туралы ол Фейсбуктегі Даунчан Уэлле парақшасында жазбасының астында пікір қалдырған деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Түркия жасырақ. Зеленская мырза. Ол жерде жыл бойы жылы болады деп жазған Башинская. Мақалада Зеленскаяның аннексияланған Қырымның Украинаның бақылауына қайтарылуын көздейтін қарсы шабуыл жоспарланып отырған айтылған. Зеленский сұхбатында Украинаның табысы негізінде батыстың Киевке қару-жарақ жеткізу жалғастырылу берумен байланысты кеткенін айтып кетті. Пікір білдірушілер Башинскаяның Қазақстан азаматы болып тұрып, басқа елдің президентіне ұсыныс жасағанына таң қалған. Анна Башинская Facebook парақшасында жазған пікірі үшін өте өкінішті екенін кешірім сұрады. Мен Түркия туралы жазғаным, оны мүлде айтқым келген жоқ. Мен түрк бауырларымыздан кешірім сұраймын, Украина мен Ресейдің бейбітшілігін тілеймін. Бұл жағдайда пікір білдіру мен үшін менің құқым жоқ. Мінезім, менің өз елім бар. Сонымен қоса, мен депутат ретінде ең алдымен елдің қамын ойлауым керек деп жазды ол Facebook парақшасына. Сондай-ақ ол Данче Уэлле парақшасындағы жазбаның астындағы қалдырған пікірін өшіріп тастады. Кешірімнің де ырғызны шығарған шығар. Кешірім музейін ашу керек. 30 жылдан бері экспонат жинап қалды. Кешірім сұрағандардың барлығын архивке сақтау үшін музейге жинау керек деді Мәди Сымратбет деп бажады бауырларымыз күйіндегі осы тұста. Ол Шолпан Амтамбеков пен басқа күйініп Тоқаевқа дат айтып, ол өзінің сөзін білдірді. Ұлтқа қызмет ету, білімінен емес, мінезінен. Әлихан Бүкешханұлы. Тоқаевтың айтуынша, ассамблея мемлекетіміздің ірістеткен бекітіп тұрған басты институт. Бір-біріміздің бірлігіміздің нығайтуға қызмет ететін бірегей құрылым, қасиетті қазақ жерін мекен еткен барша этностық ұйымдастырушы дейді бүгінгі және бұл ертегі. Біз кімді, қай ұлтты сыйлаймыз, жақсы көреміз, араласамыз, оны Тоқаев шешпейді, бізге міндеттетпейді. Қазақты сыйлайтын ұлттар да бар. Оларды бізде сыйлаймыз, құрметтейміз, достық қарым-қатынастамыз, ал елдің ішіндегі ірткі салып, ішіміздегі Ресейдегі қазақтарды қорлап, балағаттап, елің менікі, жерің менікі деп отырса, қарметті аты барда, заты жоқ Қасым-Жомарт Тоқаев. Ақыл-ойы, намысы бар Қасым-Жомарт Тоқаев. Сен қазақ, айтын айту үшін ең әуелі орыс шашистерінің ешқашан қол шоқпалақтауын отыра бермейсің. Олар енді көтереді. Бұлар көтеріледі. Оларды ешкім тоқтата алмайды. Біз қазақпыз, қазақ болып қаламыз. Бұл бір. Екіншісі, қазақ тіліне деген сұранысты арттырған ғана ол кең қолданыста болады дейсіз. Мемлекет басшысы бола тұра осы сөзді қалай айттыңыз? Тоқаев мырза, біздің ата заңдағы тіл туралы заңға сүйенбей, ондағы орыс тілі туралы тұжырымды алып тастамай, біздің ана тіліміз мемлекеттік тілді білмейтіндерді, білгісі де келмейтіндерді білмесең үйретеміз, үйренбесең мәжбүрлейміз қағидасына көндірмей қазақ тіліне қандай сұраныс, қандай мәжбүріс? Тоқаев мырза, біз кешегі ысқыратып тұрған одақтың кезінде алла шапақат тастаймыз. Өзбек тілінде сөйлейтін өзбектерден, қырғыздардан, түркмен, Әзербайжаннан қашан үлгі аламыз? Сіздің кешегі айтқан мемлекеттік тілді білмеуге болады.
мәжбүрлейміз деген сөзді айтқан күні мен үшін, бүкіл қара қазақ үшін қаралы күн болып десең артық айтпаймын. Сол сөзімнің болды десем де артық айтпаймын. Намыс, надандық, топастық, сатқындық дер едім. Төле би бабамыздың бір сөзі: ақты ақ деп бағалайық, қараны қара деп қаралайық, қара болса бәрімізде қаралайық деген екен. Міне, бүгін қара қазақ бірігіп сізді қаралады. Үміт үзілді. Қазақтың тілінің қорқынышы тек қана қара қазақ екенін түсінді. Халық барда, қазақ барда, қазақ тілі ешқашан өлмейді. Арғын, найман, қоңырат, адай, дулат, жеті ата бабамыздың тілін өлтіріп қойып, біз қарап отыра алмаймыз. Сіздің неше өтірік сайолдарыңыздың өтірік реформаларыңыздың ұлт ішіндегі ота түсіп ұлтты жікке бөліп отырған ассамблеяның мисаболизмдік және қашқан орысты орандатып, төсек болып жайылып, протесткаға ұйымдастыруыңыздың визасыз Қытайдан қақтасуыңыз қайсы сездіңіз? Сонымен қоса, ол қайсы саясатқа кіреді? Енді келіп тілімізді тырыңдату сізге қалды ма? Жоқ, біз тілімізге тұсау қоюға отыра алмаймыз. Сізге бұны көрген дұрыс.